Құрметті оқушылар, Нұр Әмір арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз ұлттық ойынымыз асық ату туралы болмақ. Бастапқы меню, яғни мәзіріміз ойнау, өзгертпелер, шеберхана, ойын жайлы. Бірден ойынға кірісейік. Ойнау. Желі түрі, үш желі түрі берілген. Үшіншісі, яғни бір құрылғы арқылы. Ойын түрі үш түрі бар. Мінекей, дәстүрлі, шеңбер, еркін. Мұндағы ортасындағы шеңбер ойынын қазір ойнап көрсетейік. Бұрын біздер ойнаған кезде бұны шеңберіміз сызбай деп те атаушы еді. Мінекей, мұнда ойыншы бір және де ойыншы екіні таңдайық. Жалпы 5 ойыншыға дейін таңдауға болады. Кезек-кезек ойнауға болады. Ендеше бастаймыз. Мұны мінекей сары асық, яғни сары ататын асығымызды сақа деп атаймыз. Сары сақамен екінші ойыншыда жасыл сақа берілген. Мінекей, астына мән берсеңіздер, сіздің асықтарыңыз, яғни мөлшерлемесі көрсетілген. Мұндағы оң жақ шетіндегі қосу таңбасын бассаңыз, мінекей, мөлшерлеме 1 болды. Тағы бассаңыз 2, мінекей 3, 4, яғни максималды, яғни 4 асыққа дейін ойынға тігуге болады екен. Мінекей, ойыншы 1-дің асығы, яғни сары сақаның асығы басамыз, дайын мінекей 4. Ендеше ойыншы 2-ның екінші ойыншының асығын 4 асығын қосамыз, мінекей дайын. Яғни екі жақтан да 4 асықтан 8 асық. Енді қай ойыншы бастайды, соны көретін боламыз. Мінекей, бүк сары сақада, тәйке жасыл сақада. Ендеше қазір жасыл сақа бастайды. Біз яғни екінші ойыншы қазір мінекей біз дәлдеу үстіндеміз. Мына сол жақ шеттегі, мына оюдың оң жақ шетін бассаңыз оңға, сол жақ шетін бассаңыз солға бұрылады. Ал экранды әрбері жылжытсаңыз, мінекей осылай сақа мен асықтарды көздеуге, дәлдеуге болады. Мінекей, барынша біз пәрменімізді қосып, шарықтау шегіне дейін. Ендеше асықты атайық, кеттік. Мінекей, дәл тиді. Шеңберден шығарып жібердік. Әлбетте бұл шеңбер ойын деп аталатындықтан осы шеңберден асықтарды міндетті түрде шығару керек. Мінекей, бір асықты шығарған ойыншы тағы да өзіне кезек алады, яғни мүмкіндік тағы да өзінде. Егер шеңберден шығара алмаса, келесі ойыншыға мүмкіндік беріледі. Мінекей, тағы да шеңберден шығардық. Дәл осы шеңбердің ішінде отырып, асықты ата беруге болады. Жақын отырсаңыз, тіпті шертіп шығара беруге болады. Мінекей, тағы да шеңберден шығардық. Енді экранды бұру арқылы, мінекей, тағы келесі асықты атайық. Мінекей, өте дәл нық дейді, сондықтан алысқа ұшырды. Бұл жалпы асық атудың ережесі, бұл электронды ойын түрі. Жалпы өмірде асықпен осылай кез келген жерде шеңбер сызып, осылай асықтар тізіп ойнауға болады. Мінекей, шеңберден тағы да шығардық. Бұл әрине адамды дәлдікке, мергендікке үйретеді. Мінекей, ендеше тағы да аттық. Міне, көріп отырсыздар, тағы да шығардық. Мінекей, тағы да
әрине бұл асық ату баққа да бапқа да байланысты. Бап дегеніміз мінекей осы шеңберден дәл тигізіп шығара білу. Мінекей ойыншы 2, екінші ойыншы, яғни ең көп асық ұтып алды, құттықтаймыз дейді. Мінекей керемет. Ендеше құрметті оқушылар, осылай өмірде асық ату арқылы, осы ережесін білу арқылы жалпы өмірде де ойнауға болады. Ұлттық ойынымызды әрқашан дәріптеп ойнап дамыта берейік.